Өйткені көріп отырсыздар, табиғаттың аясы қасиетті Баянауыл жерінің Мұрынталдағы Қарағайлы бұлағында қаладағы кресло мен орындықты табиғи тас алмастырып, ал студиядағы фонды таза, саф, таза табиғаттың бейнесі алмастырып отыр. Ал бүгін менің қонағым белгілі айтыскер ақын Мақсат Ақанов. Қош келдіңіз, Мақсат. Қош келдіңіз. Осындай сұлу табиғаттың аясында саф таза ауаны жұтып сізбен сұхбаттасудың сәті бүгін түсіп отыр аяқ астынан. Өте қуаныштымыз. Енді ақынды көргенде жыр сұрамау ол тіпті күнә деп айтуға болатын шығар. Әңгімеміздің әр қиссасын осы Баянның сұлу табиғатына, осы жерге арнаған бір ауыз өлеңіңізбен бастасақ. Бір жағымызда Едіге бидің билік тасы, Қазбек бидің сөре тасы, Мұрындалдың Қарағайлы бұлағы, талай ұлыларға мекен болған, сондықтан да сізге жүрегімізге жыр құйылып отырғанына күмәнім жоқ. Рахмет енді Гүлсара міне. Алланың қалауымен әге дәм айдаса қалма деп бір емес екінші рет мынау қасиетті жерге табанымыз тиіп отыр. Жалпы бұл біздің осы төңірек Баянауылдың, мен баяғыда да бір айтыстарды айтып едім әлгі жерұйық Жетісуда деп жүрсем, жерұйық іргемізде тұр екен ғой деп бір Баянға келгенде Жасыбайда айтысты айтып едім. Сол сияқты бұл Алла тағаланың бізге жерұйық осылай бере салған сұлу жері ғой. Және бұл жер ең текті қасиетті Алаштың абыздарының жатқан жерлері, шыққан жерлері. Сол жағыңызда Далбаның етегінде біздің қасиетті Бұхар екең жатыр. Мына жердің өзі кешегі Қаздауысты 300-ге билік айтқан Қазаған Қазбек бабамыздың дүниеден озған жер екен. Енді сондай өте тарихи мына жердің мына жағы оң жақ қанатыңызда Мәшекең жатыр. Есімі мәшһүр әлемге. Енді бұндай жерге келгенде бар, келмегенде бар. Көргенде арманда, көрмегенде арманда деп өзім ойлаймын, иә. Сол жаңағы енді ақынға қара сөзден өлең оңай дегендей, жаңағы елге келіп атқан айын ақыннан бір ауыз не сұрайық дегеннен кейін өтінішіңізді қабыл етіп бір екі ауыз жүрек жарлы тілек айтып берейін. Қабыл алыңыздар. Кергендей болып тұрмын желге қанат, мақсат бүгін сауырын терге малат. Көзімде шарасынан шыққалы тұр Қазыбек бабам жүрген жерге қарап. Екіленіп екі ауыз сөз бастайын, Едігенің тасынан елге қарап. Алла деп атқа мініп бүгін таңда, тағы да келіп қалдымы бүгін тәуба. Қырылып қанша қонақ келіп жатыр, 40 жылдық шақырып құрылтайға. Өткенде Ұлытауда құрылтай боп, ұлтымның шығарып ет жүгін тауға. Алланың қалауымен азаматтар игіс жасап жатыр-ау бүгін тағда. Тоқайып пен Ұлытауға бармасам да, бейбітпенен кеп қалдық Мұрынталға. Далбаның дала барма даласындай, беделі Бұхар жырау бабасындай. Қаржаспен айда болдың жұрты жатыр, көзімнің ағыменен қарасындай. Қазыбек бабам қайтқан Мұрынталдың, мұрны мисін сезген жоқ ауасындай. Қызыл жасыл қыс көмір өтіп барат, Жасыбай торайғырдың арасындай. 5 күн мына жалғанда не жетеді, берекелі болғанға дәл осындай. Аламан айт жарыс жасап күліктерге, ақындар да жатыр ғой мініп төрге.
күрес бәйге тай жарыс құнан болып жатыр өз ара мықтыларын іріктеуде. Мұның бәрі жасалған шаралар ғой, адамдарды рухани үгіттеуге. Күтпейтін іс болғанмен кей кездері бітпейтін іс болмайды біріккенге. Ауылға дүбірлі той жасап жатқан Алланың нұры жаусын жігіттерге. Бәрекелді, тамаша. Рахмет арнауыңызға. Енді ақын бұл қоғамның айнасы, қоғамның болып жатқан құбылыстарының жыршысы, жаршысы деп айтуға болады. Бүгінде сіздің көңіл күйіңіз қалай, ақын? Аллаға шүкір, жақсы көңіл күйіміз. Енді мынандай жерге келіп тұрып, көңіл күйім дұрыс болмай тұр деп айтудың өзі енді жаңа өзіңіз айтқандай күнә сияқты. Аллаға шүкір, көңіл күйіміз жақсы. Мына киелі жерге келіп, Қарағайлы бұлақтың етегіне келіп, мүйізі қарағайдай елдің азаматтарын көріп, өздеріңізді көріп, міне сол елге жасап жатқан, жұмылып жұдырық болып бірігіп істеп жатқан осы шараларыңызға Алла береке берсін. Жылда осылай жалғаса берсін. Өзі дәстүрге айналып жатқан дүние ғой негізі. Ертеден естіп жүретінбіз, осы 40 жылдық құрылтай жасап атады деп жаздың күндері. Міне сол құрылтайдың, биылғы құрылтайдың басы қасында болып, атсалысып, араласып кету біздің маңдайымызға бұйырған екен биыл. Жалпы қазақта той көп, иә? Той көп, қазақ, иә, той. Ортасында енді әрине ақындар жүреді. Иә. Жалпы мынау кейде сынап айтып жатады, қазақ кейінгі кезде той көп жасайды деген сияқты. Қоғамда сондай пікірдің бар екенін жасырын емес қой. Осыған өзіңіздің көзқарасыңыз бар? Оған енді тойдан өзі біз қазақ негізі былай қарасаңыз, ойласаңыз өзі шыны керек. Осы той жасап, бетіміз бері қарап, етегіміз жинап, ел болып, есіміз жинағалы көп болған жоқ. Соны той жасап атыр, үйтіп атыр, бүйтіп атыр деп осы көп тойды көп көріп жүргендердің кесірі тиіп кетпесе деп тілеймін өзім. Әйтпесе қазақтың осы әлемде болып жатқан апаттар неше түрлі болып жатыр ғой, әлемнің жер шарында. Сол зұлматтардың бәрін қазақ осы жаңа қазыбектердің, бұхарлардың кезінде, одан бергі, одан әргі заманда да неше түрлі зұлмат замандардың бәрін өтіп біткенбіз деп ойлаймын мен өзі. Құдай енді сол осы тойдан айырмасын деп тілеймін. Ол тойды бәрібір қалай десеңіз де, не десеңіз де ешкім бұл тоқтатамайды екен. Кешегі 3 жылға созылған пандемияның өзі де қазақтың тойына бөгет бола алмады ғой. Иә, сондықтан қазақ өзі той тәңірдің қазынасы, қазақтың өз ниетіне берген, пейіліне берген деп тойларда асабалар айтып жатады ғой. Сол сөздің жаны бар ма деп ойлаймын. Қазақты осы тойдан кенде қылмасын. Ақан сері деген романы бар. Сонда айтады, омбыдан келген губернатордың әйелімен сұхбатын, екеуінің айтатын жері бар ғой, сонда ақан айтады ғой. Анна Ивановна. Қазақ тойын, қазақ тарихын тоймен жасаған, ауыздан ауызға жеткізіп жасаған халық дейді ғой. Сонда Анна Ивановна айтады ғой, осыншалық жинаған, шашқан малға, осыншалық шашқан ақшаға, дүниеге, неге мына әлемнің 7 керемет сияқты, Тадж-Махал сияқты бір керемет ғажайып салып ұрпаққа қалдырмасқа деп. Оның да сөзінің жаны бар ма деп қаласың, дегенмен де қазақ ол қазақ, европалық түсініктен басқаша ойдағы халықпыз ғой негізінде. Шынымен де тарихын жүріп, аттың қомында жүріп жасаған халықпыз. Сондықтан да біздің бұл өзіміздің ұлттық ерекшелігіміз шығар, иә? Иә, оныңыз рас, сөзіңіздің жаны бар. Ол жаңа Тәж-Махал сияқты әлемнің жер көгінде өзінің тарихы жоқ, бір іліп алатын ештеңесі болмаған мемлекеттер сондай бірдеңе Эйфель мұнарасын салып, Тәж-Махал салып нетіп атады. Бізде енді қазақтың даласының әрбір жерінде бар ғой енді ол жаңағы. Қай жерде жоқ, бізде жаңағы осы. Мына жердің өзі жаңағына бабамыздың несі жазылған ненің өзі мысалы қай Тәж-Махалдан кем. Мынау тұрған едіге бидің биліктасы кімнен? Биліктасы, иә, мынау енді қай неден не дейсіз міне. Мен үшін мынау Эйфельдің мұнарасынан биік болып көрінеді мысалы. Едігенің тасы жазық, қолтаңбасы қалған, кезінде өзі билік айтқан, елге қарап сөз айтқан азаматтар ғой ол кісілер енді. Алла разы болсын.
Едіге бидің сахнасы деп айтуға болады. Иә, Едіге бидің сахнасы деп айтуға болады. Биік төбесі. Біздің Ақтоғайда да Қызыларай деген жер бар. Сонда тура осындай тас бар. Кімнің? Әлихан атамыздың тасы. Әлихан Бөкейхановтың елге келгенде дем алып, бір отпускаға келіп жүргенде дем алып өзінің отыратын тас екен. Осылай сақталған қазір. Сол сияқты сол кеше қасиетті бабаларымыздың шығып кеткен, отырып кеткен әрбір тасы бізге енді басқа жердің тауынан биік қой бізге, Аллаға шүкір. Айтып кеттіңіз біздің ел деп, Ақтоғай, сіз Қарағандының Ақтоғайын. Иә. Өзіңіздің енді осындай от ауызды, орақ тілді, ақынды туған өлкені, ата-ананы білгіміз келеді, сол жөнінде кеңірек айтыңыз. Иә, енді біздің ауыл өзі, Ақтоғай өзі ән мен жырдың отаны. Өзі Ақтоғай десе елдің көзіне жаңағы әншілер елестейді. Елдің бәрі айтып жатады бізде, тоқырауын әншіге тұнып тұрған жер. Менің өзім өнердің ордасында, отбасында дүниеге келгем. Менің әкем сол Ақтоғайдың тоқырауын толқын ән-би ансамблі бар, соның 20 жыл директоры болған. 27 жасынан 47 жасына дейін дүниеден озғанға дейін. Ол кісі жаңағы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, жаңағы мемлекет қайраткері сондай кісі болған. Біз сол кісінің осы үйінен шыққан балаларымыз ғой енді. Біздің ол кісінің жалпы өз әулеті бәрі өнерлі адамдар. Жалпы Ақтоғайдың өзі 95% өнерпаздар ғой. Сізді ел айтыскер ақын деп таниды. Айтыстың аламанында жүргеніңізге қанша жыл болды? 22 жыл, 23 жылға кетті ғой, 23 жылға бара жатыр. Ширек ғасырға жақындап қалды. Иә, ширек ғасырға таяп қалды. Айтыста енді айқасқан, айтыстың аламанында айқасқан талай жыр додаларыңызды біз көріп, қызығып, тіпті бір фильм көргендей боламыз. Басы, ортасы, аяғы деген сияқты бүтіндей дүние шығады. Қыздармен айтысыңыз болсын, азаматтармен айтысыңыз болсын. Айтысқа келуіңіз қалай басталды? Айтысқа келуім сол анау бала күнімізден әйтеуір басталды. Жаңағы өз негізі бимен шыққам сахнаға. Мен биші болғам керемет. Қазақтың ана қара жорға, адай сияқты үлкен, сосын танго, вальс деген ана қыздармен тұрыс ұстап билеп, мен сол 6 жасымнан биге қатыстым. Иә, 6 жыл би үйірмесінде қатыстым. Биші, ең бірінші бимен шыққам сахнаға. Содан кейін сөйтіп жүргенде жаңағы әкей кезінде 80 жылдардың ішінде облыс болып айтысатын еді. Жүрсін алғаш айтысты бастап жатқанда. Әкем қатысқан соның ішінде. Иә, сол кезде осы үйге Ақтоғайға жаңағы Ерік Асқаров, Шынболат марқұм Ділдебаев, Ерік Асқаров марқұм, сосын біраз қазіргі сол кездегі әкемнің достары, Павлодарда Нұрлан Аққазин деген жас жігіт болатын, ең жасы сол болатын іштеріндегі. Ақтоғайға келіп осы Абашқа келіп, жылда Ақтоғайда ас болады, үш арыстың асы болады, жаңағы бірдеңелер болып жатады. Солар келіп жаңағы әкейдің біздің үйге келіп жататын жаңағылар, айлап, апталап, ол кездің ақындары сері болды ғой. Солардың жаңа тізесінде отырдық, батасын алдық, жаңа Шынболат өзі батасын берген. Сондай сөйтіп сол қабыл болып кетті ғой деймін, әйтеуір сондай болып кетті осылай. Неше жасыңызда айтыстыңыз алғашқы? Ең бірінші рет сол неше жасым? 14 па? 14-15 жасымда ғой деймін. Ақтоғайда Саят Тұяқбаев деген ақын болған, Айгүл Түсіпбекова деген кісілер болған. Сол 95-те ма, 94-те желтоқсанның бірдеңе жылдығына, 9 жылдығы ма, 10 жылдығы ма, соған аудандық айтыс болып, ең бірінші рет соған шығып бас бәйге алғанмын сол айтыстан. Жүрсіннің жүйріктерінің қатарындасыз өзіңіз, елдің сүйіп тыңдайтын, жүрсіннің жүйрігінің тізіміне ілігу ол екінің бірінің басына бұйыра бермейтін бақ деп айтуға болады. Одан кейінгі үлкен айтыстарға, үлкен сахнадағы айтыстарға шығуыңыз. Мен 99 жылы бірінші курсқа Каргуға келдім, филология факультетіне оқуға түстім. Содан студенттер айтысына қатыса бастадым. Содан 4 жыл бүкіл Қазақстан бойынша универсиадалар бірдеңе болушы еді ғой кезде. Сол 4 жыл күллі студенттер айтысының гран-приін ұтып алдым. 4 жыл бойы қатарынан ұттым соны. Сөйтіп жүргенде 99 жылы қыста Ұлтауыны фестивалі болды Жезқазғанда. Сол жерге бардым. Сонда бірінші рет жаңағы айтақыммен, сол кезінде өзіме бата берген Абашпен айтысып, сол айтыста бірінші орын ба, екінші орын алып. Аманжол Әлтаев деген ұстазым бар, атақты Алаштың үлкен ақыны, айтыскер, қазір мәжіліс депутаты болып кетті ол кісі. Сол Аманжол ағамыздың 2000 жылы
Маржан Исжанова деген Шымкенттің ақыны мен Алматыда жекпе-жек айтысы болды. Сол жекпе-жек айтысына бізді Аманжол аға шәкірттерін андай нөкері қылып алып барды қасында отыруға. Сол айтыстан кейін артынан ана банкеттер болып жатады. Сол жерде Жүрсін ағамен таныстым. Содан болды, содан Жүрсінмен таныстым, араластым. Содан бастап Жүрсін аға жаңағы келесі жылында Ағыбай бабамыздың 200 жылдық айтысы болды Балқашта. Сол айтысқа келдім да Жүрсін ағаға мен де қатысам дедім. Содан ең соңғы 20 ақын, тізімдегі 20 ақыннан бөлек қасыма бір ақынды қосты да 11-ші жұп қосты түнде. Аяқ астынан сол айтысқа қосылып, сол айтыстың бірінші орнын ұтып алғам жаңағы. Содан бастап айтыстарға дайындық қанша уақыт болады? Қалай дайындаласыз? Енді оны өтірік айта алмаймын. Мен дайындық дегенге шорқақпыз енді. Мен өзім өте жалқау, түк сезінбей барып, ел бір айлап, 2 айлап дайындалып алады. Бізде ондай жоқ. Біз әйтеуір барып өз айтыс болатын жерге барып алып, соны сезініп өзі былай түйсігіме жетпесе, мен былай тың жүргенде, былай жүргенде бір айтысқа дайындаламайды екенмін. Жаңда келіп алып, қонақ үйге кіріп алып, сол кезде ғана менде андай сезінемін өзім айтысатынды, ертең айтысатынды сезінемін да, түнімен дайындалып тастаймын. Ұйықтамауым бар, түнімен жобаларын реттеп дайындалып аламын. Жалпы сосын енді қыздармен айтысқанға бәлендей дайындық керек жоқ, рахат қой қыздармен айтысқан. Қыздар өздері жансая жалмауыз өзі сөз салып тұрады аузыңа. Еркектермен аса ырбыңдасып, жырбыңдасып отырғым келмейді, енді қызықсыз олармен. Қыздармен енді ол енді айтыса берем ғой мен. Өзім сосын қыздардың арасында өскем жалпы. Менің үйімде Құдайға шүкір 4-5 қызым бар. Сосын мен студент болып келген кезінде 200 бірдеңе қыздың арасында 300-ге тарта. Иә, әдеттегідей. Жатақханада тұрдым. Жатақханада 300 қыздың арасында тұрдым жалғыз почти. Сосын институтта да неде де 32 ма 34 қыздың ішінде 2 ауыл оқыдық. Одан ғана келесі группалар бар, оларда да көп. Сол көзімді шыққалы сол қыздардың ортасында келе жатырмын десем болады. Ал үйде неше ағайынсыз? Үйде 3. Мен үлкенмін, менен кейін інім мен қарындасым бар. Олар да өнерден? Жоқ, олар өнерде жоқ, олар өлең, домбырада тарта алмайды олар. Бар өнер сізге қонған? Сіздің балаларыңыздың ішінде? Енді олар жоқ, олар енді болса да енді келтірмеймін деп отырмын өнер деген. Менікі қыз балалар кілең. Сосын жалпы өзім өнерде осы 25 жыл жүргеннен кейін қыз балалардың өзім негізі қаламаймын енді өзімнің қыздарымның өнерге барғанын. Қиын, өнердің жолы қыздарға қиын болады. Жәнібек Кәрменов деген керемет ақын әнші ағамыз өткен дүниеден. Сол кісінің сөзі бар еді, әйел болып туғанда баяғыда халық әртісі болатын ем деп. Сол сияқты ғой. Мен жалпы қаламаймын. Жәнібек Кәрменов деп айтып қалдыңыз, жалпы бүгінгі қоғамда тұлға болған адам. Көптеген адам болып келдім өмірге, адам болып кету арманым деген сол кісінің сөзі ғой. Дәл сондай деңгейдегі мәдениетке, өнерге жанашыр тұлға бүгінде бар ма? Жоқ. Жәнібектей кешегі Өзбекәлі Жәнібектей кешегі ондай кісілер өкінішке орай жоқ қазір. Біздің қоғам демек нағыз тұлғаға зәру. Бізде тұлға жоқ, мәдени тұлға жоқ. Бір нететін министрді қояды, бір ешкім танымайтын біреу келеді, артынан сотталады, кетіп жатыр ғой. Бірақ жаңағындай бір тұлға жоқ қой бізде қазір, бір адамды жасайтын. Мысалы Қытайлар ана Джек Ма сияқты неше түрлі байларды қолдан жасап тұлға жасайды ғой, мемлекетке жасайды соны тұлға қылып. Бізде ондай жоқ. Бізде бір наоборот жарқылдап, бір керісінше елдің сөзін айтып, бір жапсақ, бір жанашыр біреу шығып келетсе құртып жібереді ғой бізде. Бұл кімнің кінәсі деп ойлайсыз? Қоғам ғой қазіргі, саясат, билік, жүйе сондай болып тұр. Жүйе солай. Кәдімгі 36-37-тегі репрессияның басқа форматты болып жатыр ғой бізде. Сол формат тура басқаша келіп жатыр қазіргі заманауи. Осындай пікірге қарсы айтатын бір пікір бар. Қандай халық, сондай билік деген. Ол да рас, иә.
Ол да солай. Өзіміз кінәлі. Иә, оған билік қана емес қой, бәріміз. Иә, бәрін білмеймін, енді өзім керемет жалқаумын. Жалқаулық деуге келмейді, бұл қазақтың бір кең жайбасарлығы, кең несі, даласы сияқты далиған, бір іштеңеге асықпайтын қалыппыз ғой. Сол далиған даламыздан айырылып қалмаймыз ба бір кезде, осындай осы қалпымызбен жүре берсек? Ол сөз жоқ айырылық болатынымызға. Балаларыңыздың кім болғанын қалайсыз? Қыз балалар болғаннан кейін бір дұрыс жерге келін болып, дұрыс ана болса екен деп ойлаймын. Ер ұлыңыз болса, қандай, енді алла жазса алда, жасыңыз жас, әлі ұл сүйетініңізге күмәнім жоқ, мамандық болса, ұлыңыздың қандай мамандықтың иесі болғанын қалар едіңіз? Ұлымды ма? Ұлым не қылам ғой мен? Спорт. Большой теннис деген спорт бар, керемет. Мен өзім соның фанатымын. Мен қазір қыздарым да соған қатысады. Ол болмағаннан қыздарымды беріп қойдым. Билана Рыбакина отты ғой бізде Уимблдонда, Елена Рыбакина. Сол сияқты анау Надаль, Федерер сияқты бір әлемнің керемет спортсмендері болса екен деп қалаймын. Тілегіңізді берсін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Соны сұрағаным неге менің балаңыздың кім болғанын қалар едіңіз деп. Енді балаларымның сөз жоқ, ешқайсысы өнерге болмайды енді. Мен өнер мың жерден осы Димаш Құдайберген болып тұрса да мен оларды өнерге жолатпаймын. Олар спортқа барады, Алла қаласа. Біздің қазіргі қоғамда қазақтар балаларын сүйретіп әнге, биге апарады. Ал ядерлік физик, инженер, кәдімгі қазіргі біздің қоғамға қажетті мамандар, оның барлығын шетелден шақырып, жаңағыдай ақшасын 10 есе артық қып төлеп, соларға төлейді, ал өзіміз тек ән айтып, би билеп, ат жарыстырып жүргенге мәзбіз. Қоғамның шындығы. Рас. Сондықтан да мен айтып отырғаным, жалпы қазір қазақтың өзі кінәлі дегенім, өзінің баласын өзі жетпеген сондай бір қазаққа керек мамандыққа, инженерлікке, физикке, осындай бір қат мамандықтарға жіберсе деген арман бар да ойымда. Иә, осы өзіңіздің жаны бар, оны қазір бүкіл мемлекет болып соған бас қатырып жатырған шығар деп өзім ойлаймын. Енді бізде жаңа өзіңіз айтпақшы әсірет ойлау, әртіс көп қой бізде, не көп қазір. Мен де соны айтамын. Иә, әртіс тас лақтырсаң ән жігіт ет қазір. Сондықтан сосын солар қазір қоғамның дерті, сосын бүкіл халық соларға қарап идеал қылып алған аналарды, идеал қылып алған, көреді тик-ток таңертең кешке дейін сол бір көрінгенді не қылып үлгі тұтып нетіп. Мысалы өзіңіз ойлаңызшы, жаңағы мен тұлға жоқ деп отырмын ғой енді. Қаныш Сәтбаев атамыз осы мысалы осы жерден шыққан, бір қанышты тұлға болып кетті, мысалы сот болып жүріп, қызметін ауыстырып, анандай сол кісінің бір ғана ықпалымен кейіннен осы маңайдан қанша ғалым шықты мысалы. 28 академиктің бәрін жылда ол кісі келеді екен, ауылдың бет құстар маңдай алды, жүз жарық балаларын артынан алып кетіп оқытады екен, тоқытады, үйінде жатқызып оқытады екен. Соның бәрін Әлкей Марғұланнан бастап бәрін ғалым қылып жасады ғой. Сол сияқты Қаныш сияқты бір керемет тұлға керек, соның артынан жаңағындай қаншама азаматтар келеді деп ойлаймын. Біз қазір бір әншін шығарып қоямыз, соның артынан 100 әнші шығады. Мысалы, сондай қоғамның... Алдағы уақытта біздің бұл формат, бұл ойлау жүйесі қазақтарда өзгереді деген. Өзгеретін шығар деп. Біздің еліміз дамуы. Сондықтан біз қазақ әлі дамиды деп ойлаймын. Енді бағана бір әзіл анекдоттар да бар ғой, қазақтың басы қымбат екен, әлі миы ойланбаған бас деген сияқты. Ойланса біраз нәрсе шығатын шығар бізден, әлі Аллаға шүкір. Жақсы, рахмет. Осындай табиғаттың аясында тұшымды, мазмұнды әңгімеңізге көптен көп рахмет, өнеріңіз өрлей берсін. Рахмет өздеріңізге де, істеріңіз алға баса берсін, еңбектеріңіз жана берсін, ел аман болсын. Осындай қасиетті жерде жылда бас қосып тұруға нәсіп етсін.